Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Каппадокияға видео тур. Бұл видеода Каппадокия керемет табиғатын көрсететін боламын. Сонымен қатар қай жерде қандай бағада отель жалдауға болады, турлардың бағасы және де басқа да пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Білесіздер, біз Коня қаласында тұрамыз. Коньядан Каппадокияға дейін шамамен 300 километр қашықтық, яғни 3 сағат жол алады. Каппадокия деген бұл аймақтың атауы, Жетісу, Сарыарқа секілді. Бірақ негізгі қала Невшехир деп аталады. Невшехирде тағы да сол таулы әдемі аймақтары бар. 3 кішкентай қалашық бар. Соның ең танымалы, ең әйгілісі Göреме деп аталады. Сол Göремеге келе жатырмыз. Мінекей Göремеге кіріп келе жатқан кезде мына шатқалдар, таулар көрініп жатыр. Göремеге кіре берісте осындай әдемі локация бар екен. Бұл жерде өздеріңіз суретке түсуге болады, немесе профессионалды фотографтың қызметін пайдаланып әдемі суреттер алуға болады. Біз Göременің орталығына келе жатырмыз. Қай жерде тамақтансақ деп қарап келе жатырмыз. Өйткені обед уақыты болды. Орталығында көптеген кафе-ресторандар бар. Және де көптеген әдемі сувенирлер, әртүрлі заттар сататын дүкендер өте көп. Бағалары да әртүрлі. Жалпы қолжетімді бағаға да көптеген әдемі сувенирлер сатып алуға болады. Түстері, жалпы әдемілігі көзін жауын алатындай, неше түрлі ыдыс, ойыншық, сувенир барлығы бар. Қалада сонымен қатар сафари тур ұйымдастыруға болады. Осындай квадроциклдармен турлардың бағаларын видеоның барысында тағы көрсетіп кетемін. Және обед уақыты болған соң осындай әдемі көрінісі бар. Дәл орталықта орналасқан Айсель мутфағы деп аталатын бір ресторанға келдік. Осы жерде қарнымызды тойдырайық деп. Бір жақсы, бұл жерде балалардың ойнау үшін бір парк бар арнайы. Яғни баланы сол жерге ойнауға жіберуге болады. Мінекей тамағымыз келді. Көфті, яғни котлеті және де менде де тауықтан соты секілді бір тағам. Батушқада сорпа алдым. Орташа шот бір адамға біздің теңгемен шаққанда 7-8 мың теңгенің арасы шамамен. Каппадокияда әртүрлі турлар бар, жылқымен, түйемен, немесе басқа да квадроцикл, басқа да машиналармен мына жерде бағасын тоқтатып қойып қарасаңыз болады. Содан кейін шығып біз отелімізге келдік. Өткен обед уақыты, күн жанып тұр, тамыз айы. Шамамен 35-37 дәрежедегі ыстық, сондай бір ыстық болды. Мынандай біз Чинер Хотель деген дәл орталықта орналасқан отельге келдік. Мінекей осындай бір бөлмесі бар. Бұл отельде бір кеш қалу, яғни бір күн қалу бағасы 2600 лира. Бұл шамамен теңгемен шаққанда бір 40 мыңдай. Бұл негізі бағасы жағынан кішкене арзандау отельдердің бірі деп айтсақ болады. Мына жерде міне мұздатқышы, тоңазытқышы бар. Және де жалпы егер де білсеңіз, Каппадокияда әртүрлі шатқалдардың ішіндегі отельдер бар. Дәл шатқалдың ішінде қалуға болатын ол жерлер әлде қайда қымбат, шамамен сол 70-80 мыңнан басталады бағасы. Ал бұл отель былай орташа бағадағы, сондай для среднего класса дейді ғой, сондай отель. Және де шығып қазір көшеге шығып бара жатырмыз. Демалып алдық. Бұл отельде бір жақсы теңіз болмаса да Каппадокияда, дегенмен отельдің өзінің керемет бассейні бар екен. Біз енді бір күнге келген соң бассейнге кіріп үлгермедік, бірақ өте сондай таза, жақсы отель, келсеңіздер болады. Мінекей сыртта келе жатсақ, мінекей атпен турлар ұйымдастырылып жатыр. Жолда әр жерден көрсеңіздер болады.
Қалада жалпы уақыт өткізетін жерлер көп, соның бірі түріктің хамамы бірнеше жерде бар. Хамам жақсы көретіндер болса болады, міндетті түрде барып әртүрлі спа процедуралар немесе басқа да массаж алып жалпы хамамға кірсе болады. Біз енді мінеки тамақтануға келдік, кешкі асымызды жеуге. Осындай әдемі көрінісі бар дәл орталықтағы Chef Kebab ресторан деп аталатын ресторанға келдік. Бұл жерінде шамамен орташа есеп шоты бір адамға сол теңгемен шаққанда дәл солай 7-8 мыңның шамасы. Бұл жолы үйрген тауық алды, тауықтан кәуап, мен де балық алдым. Дәмі керемет. Жалпы Түркияда көптеген ресторандарда мақтағаным емес, бірақ тағамдары әдетте өте дәмді болады. Әсіресе мына қасына беретін әртүрлі закускалары да керемет. Сонымен бірге бізге икрам берді. Икрам деген бұл сыйлық, яғни бағасына кірмейді шоттың, бірақ жеп көріңіздер деп осы сутач берді. Менің каналымда бұл сутачтың рецептісі бар, дәмі өте керемет. Енді біз шығып тағы да бір кешкі серуен жасайық деп таудың басына көтерілейік деп шештік. Жоғарғы жағына смотровая площадкаға көтерілу шамамен бір 20 минут уақыт алады. Кеш желап түсіп келе жатыр. Мінекей бізде желап көтеріліп, жолда мына кешкі әсем көріністі тамашалап келе жатырмыз. Сағат таңғы 5. Біздер баллонды көруге бара жатырмыз. Ертемен тұрып, Батуш машинаға отырмайым дегесін. Спорт болсын деп, кішкене жаттығу жасайық, жүрейік деп жайға бара жатырмыз. Таудың басына. Ентігіп келе жатырмыз. Жоғарға көтерілу оңай емес. Мына жоғарға міну үшін құны 10 лира кісі басына. Шамамен сол 150-200 теңгенің арасы ғой. Символичная сумма дегендей. Кірдік десек болады. Келдік. Смотровая площадка барамыз. Кафелер таңертең жабық. Сол үшін ішетін су, жейтін бір тамақтар болса, желательно с собой алып келу керек. Таңда кафе жабық. Сағат таңғы 5:25 кетті. Біз көтерілдік. Міне бірінші балон ұшып бастап жатыр. Әдемі локацияға баратырмыз, кішкене жақыннан көрейік деп. Көріп тұрғандарыңыздай баллондар ұшуға дайындалып жатыр. Мынадай баллонмен ұшу үшін алдын ала бронь жасау қажет. Яғни кем дегенде бір күн бұрын. Егер де сайт арқылы сатып алсаңыздар, кісі басына 200 евро бағасы, ұшу сағаты 1 сағат. Ал егер де сол жерде көрмеге барып бір күн бұрын билетті турфирмалардан алсаңыздар 170 евро, яғни 30 евроға арзанырақ шығады. Шамамен 15 мың теңгеңіз қалтаңызда қалады. Және ескеретін жағдай, 5 жасқа дейінгі балдарды ұшуға баллонға алмайды. Яғни 5 жастан жоғары балалар ғана ұша алады. Сондай шарттары бар. Әрине қасында үлкен кісі болу қажет. Баллондардың ұшуы және де ауа райы шарттарымен тікелей байланысты. Егер ауа райында жел болса, немесе қатты бір нөсер жауын болса, қауіпсіздік мақсатында шарлар ұшпай қалуы мүмкін. Сондай яғни ықтималдылық бар. Біз 3 жыл бұрын мені кешешем тойға келген кезде барлығымыз бірге Каппадокияға келген болатынбыз. Ертеңмен таңымен келіп, таңды қарсы алайық деп келдік. Онымен өкінішке орай шарлар ұшпай қалды, қатты жел болған әсерінен.
сол үшін кейбір кездері сондай жағдайлар орын алуы мүмкін. Жалпы шарлар негізінен 365 күн, яғни қыс уақытында да ұшады, тек қана ауа райының шарттарына байланысты. Біз мінекей қайтып бара жатқан кезде өзіміздің отельге шарлар әлі де ұшып жатты, яғни сағат 5-тен 7:30-ға дейін шарлар негізінен аспанда тұрды. Одан кейін отельге келдік, таңғы асымызды ішуге келдік. Таңғы ас жалпы шведский стол, сыртта отырып ішуді жөн көрдік. Керегімізді алып, күн жанып тұр. 36-37 дәреже бар сияқты, градус. Біздер қайда бара жатырмыз? Музейге де. Музейге барамыз. Да? Музейде не көреміз? Біз музейге кетіп бара жатырмыз. Esprit, helado turco, Патуш, delicioso, tadına bak. Batu. pistachio, mango, melón, chocolate, vainilla, caramelo, limón, fresa, rosa. Бату балмұздақты соңында алды. Күн ыстықта оны рахаттанып отырып жеді. Бізде музейге келдік. Ерген билет алуға кетті. Мына жерде осындай музей бар. Көремеде. Бұл музей орта ғасырдағы осы христиан монахтарының, христиан епископтар монахтарының осы жерде қалып, өздерінің осы шатқалдардағы церковь, яғни шіркеулерінің орны қалған. Сол қазір үлкен музейге айналдырып, әртүрлі туристер жыл сайын келіп жатады. Сырттан келген туристерге кіру бағасы 480 лира, ал түріктердің өздеріне 60 лира. Яғни 480 лира туристер кіретін болса, біздің теңгемен шаққанда шамамен 8.000 теңгедей тұрады. Бұл музейге кіру бағасы, бірақ енді шынымен кіріп көру бұл бағаға тұрарлықтай, өте тарихқа толы. Сондай керемет жер. Өкінішке орай фото-видео түсіруге болмайды. Бұл шатқалдың ішіндегі музейлердің ішінде, сол үшін өздеріңіз келе жатсаңыз көре жатарсыздар. Ерген екеуміз бірінші рет кокос суын алып ішіп көрдік. Дәмі ерекше, Ергенге ұнаған жоқ, бірақ өзіме ұнады. Бағасы 150 лира тұрады. Енді Таиландқа бармасам да Түркияда ішіп көрдім. Каппадокиядан өзіміздің қаламызға, Конияға қайтып бара жатқан кезде жолда осындай күнбағыстар өсіп тұр екен. Бірден тоқтап, бір жағынан демалып алайық, бір жағынан фотоға түсейік деп керемет фотосессия жасадық. Фотолары менің Instagram парақшам және Facebook парақшамда бар. Салтанат Бербер парақшасында қарасаңыз болады. Видеом ұнаған болса лайк қоя кетіңіздер. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.